Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдай отырыңыздар. Бүгін біз бауырдан әсіп жасайтын боламыз. Үйде бауыр бар, балалар жемейді, не істеймін десеңіздер, осы әсіпті жасап көріңіздер. Ол үшін қойдың бауырын аламыз. Менде бір қойдың бауырын жартысы кетті. Оны сыртындағы пленкасынан тазалап, арасындағы шандыр, тағы басқаларынан барлығынан тазалап, бөлшектеп турап аламыз. Осы кезде 100 грамм күрішті суға тұз салып пісіріп қойсаңыздар болады. Бұл әсіпке біз күрішті пісіріп қосамыз. Өйткені бауырымыз тез пісады, сондықтан күрішті пісіріп қосамыз. Барлығын өстіп төртбұрыштап турап дайындап алып, мясорубкадан өткізіп алсаңыздар да болады. Әйтпесе измельчительмен езіп алсаңыздар да болады. Дайын болған бауырымызға сарымсақты ұсақтап турап қосамыз. Бір сарымсақ қоссаңыздар жетеді. Және бір чеснок қосамыз. Енді пісіп дайын тұрған күрішімізді қосамыз. Содан кейін дәміне қарай тұзын, бұрышын, қара бұрышын қосамыз. Кімге қандай ұнайды, сондай дәмдеуіштерді қосса болады. Паприка қосуға да болады, бірақ мен оны қоспадым. Сондықтан кімге қандай дәмдеуіштер ұнайды, соны қоссаңыздар, әсіптеріңіз дәмді болып шығады. Барлығын бір келгі қылып араластырып аламыз. Бізге осы әсіпімізді жасау үшін қойдың іш майы дейді ғой, сеткі май дейді кейбіреулер, кейбіреу іш майы дейді. Сондай қажет болады. Фаршымызды әбден араластырып алғаннан кейін іш майымызды алып, әсіп орағанға ыңғайлы етіп төртбұрыштап кесіп аламыз. Майдың қалың жері болса, оны кесіп алып тастаңыздар. Осындай жұқа жерін ыңғайлап, орағанға төртбұрыштап кесіп аламыз. Міне дайын іш майымызға бір қасық дайын фаршымызды салып, екі жағын жауып, әсіпке ұқсатып ораймыз. Әсіпіміздің біріккен жерін үстіп зубочисткамен түйреп қоямыз. Өйткені қуырған кезде ашылып кетуі мүмкін. Барлық әсіпімізді осылай бір келгі қылып жасап аламыз. Әсіпімізді пісіру үшін таваны баяу отта қыздырамыз. Ішіндегі бауыр тез пісатын болғандықтан, оны баяу отта пісірамыз. Барлық әсіпімізді өстіп таваға бір келгі қылып дізіп алып, қақпағын жауып, бір жағы қызарғанша тосамыз. Әр жағын 10 минуттан пісірсаңыздар болады. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын аударып, әсіпімізді тағы да қақпағын жауып 10 минуттай пісірамыз. Әсіпіміз пісіп шықты.
әсібімізді осылай құрозын жесеңіздер де, немесе гарнирмен қосып жесеңіздер де болады. Өте дәмді шығыпты. Ас болсын.